Сен жігіт үшін жасау керек емес басты 8 нәрсе. Құрбыларым, сендерде сол бір жігітке ұнау үшін оның назарын бұлайда қаратқыларың келген кездері болды ма? Мен сендерді жақсы түсінемін. Бұл қалыпты әрі нормальный нәрсе. Шектен асып жатпаса әрине. Бірақ кейде қыздар өздеріне назар аудартамын деп өздерін қудырынды ұстай алмай ақымақтық жасап қояды. Бұлай олар дегеніне жетемін деп ойлап жатады. Бірақ барлығы шындығында керісінше болып жатады. Мен бұндай нәрселердің өзімнің құрбылармен болғанын қаламаймын. Сол үшін мен сендердің сүйікті интернет достарың Санжар, Айдар, көп қыздар сендерге дейін басып қойған тырмаға қалай түсіп кетпей жігітті қаратамын деп бастары бәлеге қалған қыздардың қадамдарын сендер қайталамасын деп осы видеоны түсіруді шештім. Бұл видео жігіті жоқ қыздарға ғана емес, бұрыннан бері арақатынаста жүрген қыздарға да пайдалы болады. Сонымен дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші өтірік ақмақ болу. Сен одан да ақылдырақ болғаның үшін оның самооценкасы төмендеп кеткен ғой. Көп қыздар менің байқағанымдай жігіттер ақылды қыздарды жақсы көрмейді деген бір видеоларды қарап алады да артынша өтіріктен ақмақ қыздың рөлін ойнап жатады. Қарапайым лампочканы да қай жермен бұрайтынын білмейтін. Осылай қыздар бір тартымдырақ көрінетін сияқты деп ойлаған үшін. Әрине, жігіт осы жерде өзін ақылды әрі сенімдірек сезінетін болады. Бірақ олай жасаудың керек жоқ. Себебі ақыл бұл шынымен де тамаша нәрсе. Кей кезде ақылды қыздар жігіттерді итеріп жатады. Ол екі жағдаймен түсіндіріледі. Біріншісі, жігіт өзі тупой болып сенің қасында өзін быт-шыт сезінгендіктен, және екіншісі, жігіт білімді емес, көзі ашық емес, қайта ақмақ қызды іздеген сәтте оған керек кезде құлағыңа лапша дәліп манипуляция жасай беруге оңай болсын деп. Бірақ осы айтылған екі типте саған қажет емес. Себебі бұл іс-әрекетпен сен жақсы жігітті өзіңе қарата алмайсың. Сол үшін өзіңе сәйкес емес, ақымақтың білмес қыздың рөлін ойнап қажет емес. Сен шынымен күштісің және мен оны анық білемін. Видеоларым саған пайдалы болып жатқанына өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып каналға тіркелуді ұмытпа. Ал біз жалғастырамыз. Екінші, оның анасы болу. Келесі сен жасамау керек нәрсе бұл оның анасы болмау керексің. Кез келген қызда аналық инстинкт болады және сол үшін саған кішкентай кезінде қуыршақтармен ойнаған қызық болатын. Ал егер сен көшеде кішкентай мысықты көріп қалсаң, бірден оны құшақтауға жөнелесің. Міне, аналық инстинкт дегеніміз осы. Бұл қалыпты нәрсе, себебі табиғат солай сені жаратқан болатын. Бірақ егер сенің жігітіңе мамасы керек десең, онда оны тастап кетіп алға қарай өзің жүре берсең болады. Неге екен? Өйткені сен оның анасы емессің ғой. Ал егер оған тура сондай күндіз-түні қамқорлық ететін қыз керек болса, онда жігіттің әлі де өспей нақты арақатынасқа дайын емес екенін байқап жатамыз. Мамасы болу керек деген қалай екен? Ол дегеніміз жігіттің өмірін толықтай реттеу, оған мотивация беру, қолынан көп нәрселер келетінін айтып отыру. Сен тағы да оған мектепке сөмкесін жинап, күнделігін толтырып, аузына соскасында салуға ұмытып кетпе. Бұл жерде сен оған қолдау көрсетіп көмек бергенмен, барлығын оның орнына өзің жасап бергеннің арасында үлкен айырмашылық бар. Мен саған жігітке жақсы ешнәрсе жасамауың керек деп айтпаймын, бірақ оған бір кішкентай бала сияқты қарауыңды қою керексің. Себебі бұл сенің міндеттерің емес. Үшінші, оны аңдай берме. Қара, жігітпен араларындағы сезім енді ғана басталған кезде сен онымен барлық кезде және барлық жерде бірге болғың келеді. Қайда, қашан екені белгісіз. Ең бастысы оның жанында. Бұл жалпы мүмкін емес нәрсе болғандықтан сен оны барынша аңдуға тырысасың. Дәл қазір не істегені, неге ұзақ жауап бермегені және кімге лайк басқаны, бұның барлығы өте маңызды деп қойып. Сөйтіп жігітіңнің ертең бір кафеге баратынын біліп қойған соң, ертеңіне сен де тура сол кафеге келіп алып, ой, сен де бұнда екенсің ғой, қандай күтпеген кездесу. Мен де мұнда кофе жеп жатқан едім. Алғашында ол саған сену де мүмкін, бірақ үшінші немесе төртінші ретте күдіктер пайда бола бастайды. Бұл жерде мәселе жігітті аңдуда ғана емес, бұл нәрсені өте жиі жасап, сен өзіңнің уақытыңды алып қойып жатқаныңда, оны сен әлдеқайда маңыздырақ жерге жұмсамай. Сенде не басқа айналысар нәрсе жоқ беді? Бөлмеңді жинадың ба? Сабақты кім орындайды? Қане, күнделігіңді әкел. Дәл қазір
бағаларыңды тексереміз. Төртінші, жақындармен айырылысу. Маған осы жерде өзіңнің қанша шынымен жақын адамдарың бар екендігін айтшы. Менің ойымша көп емес. Ол сенің біртүрлі адам екендігінде емес. Уақыт өте келе біз тек шынымен бағалы әрі бізге қажетті адамдармен ғана сөйлесіп бастағанымызда артықтар кетіп, тексерістен өткендер ғана қалып жатады. Бара-бара өзіңе жақын болатын адамдарды табу қиынға соғатын болады. Ал егер жігіт сенің жан құрбыңды көрген кезде бірден риза емес түрін көрсетіп бастаса, онда сол түрімен ақ үш әріпке кете берсін. Сенің жігітің жан құрбыңмен араласпаса да болады. Себебі оны ешкім мәжбүрлеп отқан жоқ қой. Бірақ сенің құрбың саған өте жақын адам, және жігіт бұл жерде сенімен санасуы керек. Бесінші, жақсы көретін нәрсеңді ол үшін тастап кету. Сен пианинода ойнағанды жақсы көріп, жігіт болса классикалық музыканы ұнатпайды ма? Онда не істеуге болады? Деп сұрайтын болсаң, мен саған әрдайым сенің әрдайым өзің болып қалуың керек деп айтып жатамын. Алдымен сен, одан кейін сенің қызығушылықтарың, ал үшінші ретте ғана жігіт. Өзіңді қайдағы жоқ жігіт үшін сатып кетпеуің керек. Бұл қателікті болдыртпа. Егер сен оған жай ғана пианинода ойнағаның үшін ұнамай қалсаң, демек бұл оның проблемалары, әсте сенікі емес. Алтыншы, оның мамандығын таңдау. Сен жігіттің химик болғысы келетінін түсінген соң, ойда жоқта бұл мамандық жайлы ойланып, өзіңнің бала шақтағы арманыңды тастап кеткің келе ме? Мектепте бұл химияны жек көретініңді есіне түсірсек айтпақшы. Бұндай қателікті жасаудың керек жоқ. Егер сенің сүйікті ісің болып, алдағы уақытта мамандығың айналып, онымен қоса ақша да әкеліп бастаса, онда жолыңнан адаспа. Алдымен сенің қызығушылықтарың, кейін жігіттікі. Бұл колледж бен универге тікелей қатысты. Бір сол жігіт анау универге түсті деп оны таңдаудың қажеті жоқ. Себебі сені алдыңда әлі талай жігіттер күтіп тұр. Ал сүйікті мамандығыңды оқып, мықты маман болу пайызы одан да аз. Осы жерде тек жүрегіңнің қалауын қанатында елестетіп көрейік. Осы жерде сен жігіттің артынан тура сол универге түстің делік. Артынша ол саған ұнамай кетсе ше. Универ, мамандық қаншама уақыт зая кетті. Бұл саған керек пе? Жетінші, оның психологы болу. Бұл сенімен немесе сенің достарыңмен болған шығар. Жігіт сені өз мәселелерімен қинап тастаған жағдайда айтамын. Осы жерде сен оның қызы болмай бір психологиялық терапевтіне айналып кетесің. Кейін сол ара қатынастан рахат алудың орнына оның бітпейтін мәселелерін тыңдап отырасың. Тура осы нәрселердің барлығы алкоголь, шылым шегу немесе ойындарды ойнауға да тікелей қатысты. Бұл жерде жігітті керек кезде ғана қодама демеймін. Себебі әркімнің де басына күн түсуі мүмкін. Бірақ егер осы мәселелердің түбі көрінбей, жігіт оларды өзі шеше алмаса, демек мықты маманның көмегі қажет. Және сен оған жатпайсың. Нүкте. Сегізінші, оған қызық болып көріну үшін өтірік айту. Негізі барлық адамда басынан өткенді аздап болсын әсерлеп айтуды жақсы көріп жатады. Бұған қоса өзі жайлы да ақпаратты азғантай ғана әсірелеуге болады. Бірақ тура көзге қарап тұрып, өтірікті ойдан құрауға болмайды. Себебі егер сенің артың ашылып қалса, бұл өте жағымсыз нәрсе болады. Ал бұл бізге қажет емес. Бүгінге осы видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда сен комментарийге жазсаң болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сенмен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.